Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін мен әдеттегідей Есімбекова Майра. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай рогаликке дайындайтын боламыз. Ешқандай қиындық туғызбайтын, өте дәмді және көп затты қажет етпейтін рогаликке дайындайтын боламыз. Бізге керекті қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына құрамымен жазып дайындап қоямын. Ең бірінші бізге осындай заттарымыз дайындап аламыз. Керек заттарымызды бізге творог керек, яғни сүзбе, қант керек, қамыр қопсытқыш, ванильді қант керек, ұн, сары май және бір ғана жұмыртқа керек болады. Үстіне біз творогтың үстіне сары майымызды саламыз. Сары майды ерітпей, жаңағы бөлме температурасындағы сары майды қолдана берсеңіздер болады. Шанышқыларыңызбен кішкене езіп аласыздар. Үстіне қант саласыздар. Шанышқымызбен немесе венчигіңізбен араластырамыз. Ішінде ірі творог болмасын. Үстіне бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып, бір масса болғанға шейін араластырамыз. Осы массаның үстіне ванильді қантымызды саламыз. Содан кейін иеліктен өткізілген ұнымызды осылай салып, араластырмай тұрып, осы нан қопсытқышымызды ұнның үстіне салып араластырамыз. Жақсылап шанышқымызбен араластырып, одан кейін қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қараңыздаршы, өте жұмсақ, қолға жағымды қамыр болады. Ешқандай қиындық туғызбайтын рецепт осы. Қараңыздар, міне осындай жұмсақ қамыр болды, бірақ қолға жабыспайды. Осыны пакетімізге салып, холодильнигімізге 15 минутқа қоямыз. Осы қамырды алып, міне көрдіңіздер, тынған қамыр осындай болады. Екі бөлікке бөлеміз дағы, тағы бір илеп аламыз. Міне, енді осыны жаямыз. Қатты жұқа қылып жаймаңыздар, орташа. Қатты жұқа қылып жайсаңыздар, ол кішкене тез күйіп, қаттырақ болып қалады. Міне осындай бөліктерге бөлеміз, үшбұрышты бөліктерге. Енді осыны жалпақ жағынан алып, жіңішке жағына қарай ораймыз. Қараңыздар, осындай форма дайын болды. Бәрін осылай орап шығамыз. Формасын жасап, қараңыздар, енді нақтысын көрсетейін, ақырындап сіздерге түсінікті болу үшін. Осындай бөліктерге бөлеміз. Жаңа жалпақ жағынан алып, жіңішке жағына қарай ораймыз. Енді осы дайын болғанның бәрін табамызға салып, тізбектеп орналастырамыз. Пешімізді 180 градуста ысытып қоямыз дайындап. Барлығы дайын болғаннан кейін ысып тұрған пешімізге қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздер өз пештеріңізді байқаңыздар, ысып қызғанына мән беріңіздер, күйдіріп алмаңыздар. Міне пешімізге жібердік. Осылай піседі. Міне қызарып келе жатыр. Осындай қызарғанға дейін пісіріп алыңыздар. Өте дәмді болады. Қараңыздар, енді осы піскен рогаликіміз ыстық күйінде үстіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Сіздер осыны жасап көріңіздер, тез дайындалады, көп затты қажет етпейтін рогалик негізі, дәмді. Осыны жасап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын, кешкі ауызашарға чаймен дәм татыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.